Siz özünüzde жиі шаршаңқы сезінесіз бе? Асқазаныңыз мазалап жүрме? Бұл паразиттердің белгісі болуы мүмкін. Әлем халқының 80% өмірінде кем дегенде бір рет паразиттік инфекция жұқтырады. Паразиттер адам ағзасында өмір сүретін және оның есебінен қоректенетін микроорганизмдер. Олар көбіне лас судан, дұрыс термиялық өңдеуден өтпеген тағамнан немесе үй жануарларынан жұғады. Паразиттер ағзада ұзақ уақыт білінбей өмір сүре алады. Сарымсақ табиғи антибиотик паразиттердің жүйке жүйесін зақымдайды. Аскаридозбен жер бетінде 1 миллиард адам ауырады екен. Бұл ересектер мен балаларда кездесетін ауру. Оны тудырушы аскарида, яғни ішек құрты. Ал сарымсақ ішек құрттармен күресудің табиғи әрі тиімді жолы. Сарымсақты шикі жеген жөн. Асқабақ дәні әсер ету механизміне байланысты құрттарға қарсы тиімді құрал саналады. Оның құрамында паразиттерге қарсы қасиеті бар кукурбитин заты бар. Кукурбитин паразиттерге улы әсер ететін табиғи антигельминтикалық зат. Ол паразиттердің метаболизмін тежейді, жасушаларының жұмысын бұзып, оларды өлтіреді. Зімбір, имбир, ас қорыту жүйесін жақсартып, паразиттерді ығыстырады. Зімбір қанды қыздырып, айналымын жақсартады. Соның арқасында асқазан жұмысымен зат алмасын күшейеді, адамдың арықтауына септігін тигізеді. Тұмауды емдейді. Зімбірдің бактерия, вирус пен қатерлі ісікке қарсы тұрар қуаты мығым. Қара жаңғақ паразиттерді уландыратын табиғи компоненттер бар. Куркума ішкі ағзаны тазартып, қабынуға қарсы әсер етеді. Куркуманың ерекше қасиеттері: антисептикалық әсер береді, шуды азайтады, жеңіл седативті әсері бар, депрессиядан көмектеседі. Қалампыр, гвоздика паразиттердің жұмыртқаларын жояды. Қалампыр қандағы қант деңгейін қалпына келтіреді. Қалампыр иммунды жүйені көтеруге көмектеседі. Қалампыр марганецке бай. Ананас құрамындағы бромелайн паразиттерге қарсы әсер етеді. Ананас құрамында бромелайн деп аталатын қосылыс бар. Құрамындағы ақуызды ыдырататын ферменттер ас қорытуға көмектеседі. Бромелайн қабынуға қарсы агент және антикоагулянт ретінде қолданылады. Денсаулығыңызды күтіңіз, табиғи өнімдерді жиі қолданыңыз. Сіз қандай табиғи өнімдерді пайдаланасыз? Пікірге жазыңыз. Видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылыңыз.